Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? 4-ші тоқсанның тжб-сы. Басқа нұсқаларын іздесеңіздер, каналға кіріп көрсеңіздер болады. Басқа нұсқалар каналда бар. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге берген тапсырманың барлығын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмада төменде жазық айна және оның алдына қойылған дене берілген дейді. А дененің қалыптасқан кескінін таңдаңыздар дейді. Балар, А дене міне бізде тұрған А денеміз екінші нүктеге қарама-қарсы тұр, кескінімізге. Сонда бізде дұрыс жауабы В болады. Келесі Б тапсырмасына жазық айнада қандай кескін қалыптасады дейді. Жазық айнада балар бізде жалған кескін және де тура кескін қалыптасады. В, Е нұсқалары дұрыс. Келесі екінші тапсырмамызда оқушы дөңес линза арқылы эксперимент жасады. Ол денені линзадан әртүрлі қашықтыққа орналастыру төмендегідей нәтиже алды дейді. Денеге дейінгі ара қашықтық 100 см, кескінге дейінгі ара қашықтық 25 см болып тұр балалар. Міне есептің берілгенін жазып қойдық. Енді бізге осыны шығарыңыздар деген. Линзаның фокус аралығын есептеңіздер деп тұр. Біріншісінде 100 см 1 метр болады, 25 см 0,125 метр болады. Формуламыз 1 бөлінген F тең 1 бөлінген D қосылған 1 бөлінген кішкентай F деген формуланы пайдаланамыз. Бұл осы формула салатын болсақ 1 бөлінген F тең 1 метрді қосамыз 0,125 метрге. Сонда 5 бөлінген 1 метр болады екен. Енді F табатын болсақ F тең 1 метрді бөлеміз 5-ке. Сонда жауабы 0,2 метр болады екен. Жауабы F тең 0,2 метр. Келесі Б тапсырмасында табылған фокус аралығын пайдаланып, линзаның оптикалық күшін есептеңіздер деп тұр. F бізде 0,2 метр болған. Оптикалық күшті D табатын болсақ, D тең 1 бөлінген F деген формулаға саламыз. Сонда 1-ді бөлеміз 0,2 метрге, жауабы 5 диоптри шығады екен. Сонда жауабы D тең 5 диоптри деп жазып қойыңыздар. Келесі балар, үшінші тапсырмада дөңес линзадан кескін алу сызбасы берілген. Сызбаға қарап мына сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. Міне балар, сызбасы көрсетіліп тұр. Бірінші тапсырмада А суретте дене 2F қойылса, онда А суретінде 2F-ке қойылса, онда ол төңкерілген, шын және шамасы бірдей кескін қалыптасады. Бос сызықтарға осы сөздер жазасыздар. Ал Б тапсырмасында Б суретте дене 2F сыртына қойылса, онда төңкерілген, шын және кіші кескін қалыптасады деп жазасыздар. Үшінші тапсырмада оптикалық линзаның қанша түрі бар? Жазып беріңіз дейді. Оптикалық линзаның 2 түрі бар: жинағыш линза және шашыратқыш линза. Келесі төртінші тапсырмада суретте адам көзіне түскен жарық сызықтары көрсетілген дейді. Көз ақауының атауын жазыңыз және суреттегі көз ақауын жою үшін қандай линзаны қолдануға болады дейді балар. Мына жерде бізде көздің ақауының атауы, бұл жерде бізде алыстан көргіштік болып тұр. Жазып қойыңыздар, алыстан көргіштік. Алыстан көргіштік. Ал суреттегі көз ақауын жою үшін қандай линзаны қолдануға болады дейді. Алыстан көргіштік болса, біз дөңес линзаны пайдаланамыз. Дөңес линза. Келесі 5-ші тапсырмамызда, соңғы 5-ші тапсырмамызда оқушы жарықтың сынуын зерттеу үшін төмендегідей сызба салған дейді. Қараңыздар сызбаны. Енді бізге айтады, сызбадан түсу бұрышын, шағылу бұрышын және сыну бұрышын көрсетіңіздер дейді. Және де егер түсу бұрышы 45 градус, сыну бұрышы 30 градус болса, сындыру көрсеткішін есептеңіздер дейді балар. Бұл жерде балар, түсу бұрышы, шағылу бұрышы және сыну бұрыштарын жазып шығатын болсақ, Б бұрышы бізде бұл түсу бұрышы. Б бізде түсу бұрышы. Суретте көрініп тұр, Ал бізде С шағылу бұрышы. Бұлай Б арқылы түсіп, С арқылы шағылды, Сонда С бізде шағылу бұрышы.
Ал Е бізде Б мен түсіп, Е мен сынады, иә? Е бізде сыну бұрышы. Енді балалар, келесі, егер түсу бұрышы 45 градус, сыну бұрышы 30 градус болса, сындыру көрсеткішін есептеңіздер дейді балалар. Сыну көрсеткішін табуымыз керек. Міне есепті балалар жазып шығарып қойдым, сіздерге түсіндіре кетейін. Бізде синус альфамыз 45 градус, синус гаммамыз 30 градусқа тең. Табуымыз керек n-ді. N тең синус альфа бөлінген синус гамма деген формуламыз, сыну көрсеткішінің формуласын саламыз. Сонда синус 45 градусты бөлеміз синус 30 градусқа. Синус 45 градустағы мәні түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең, синус 30 градустағы мәні 2-ден 1-ге тең. Сонда 2 мен 2 қысқарып кетеді, жауабы түбірасты 2 болады, түбірасты 2-ден 1,4 шығады. Сонда сыны көрсеткішіміз n тең 1,4-ге. Балалар, осымен бізге берілген тапсырманың барлығын орындап аяқтадық. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Сау болыңыздар.